қорғаушылар бар. Оларды беруге болады. Арма қазақ елі, біз Шымкент қаласының белсендісі Ерғали Күлбаевтың апелляциялық сотының адвокатын тыңдап тұрмыз. Оның кінәсі жоқ дегені сол Күлбаев Ерғалидің басқа да жаңағы белсенді қатысушылар бар ғой, жаңағы қоғам неге қатысты. Соларды беріп, оны прокуратура, бұны арнайы прокуратура істі жүргізіп жатыр. Өрде группа тергеу бар. Тергеу тобы құрылған. Сол тергеу тобымен кеше не алды? 12 тергеуші қатысып. Оны сөйде, олар біздің берген жаңа талап тілектерімізді, берген дәлелдерімізді іске тіркеп, соған қарап, олар шешім қабылдайды. Бұл азаматтың қатысы бар ма? Мынау жаңағы бүлікшілердің арасында кіре ма? Мародерство болған, өлтірілген адамдар өлтірген, өртепте жергендер бар мысалы. Соларға бұның қатысы бар ма, жоқ па? Қатысы жоқ болатын болса, естественно, азаматты оны шығарып. Оның қатыстығы туралы олардың дәлелі болу керек. Жоқ, мен соны дәлелім бар. Енді жан-жақты жүргізеді ғой. Уголовный қылмыстық процессуальный кодексінің 24 статьясы бар. Жан-жақты толыққанды жүргізу, объективно жүргізу керек. Егер оны ұрып соғып оны өзіне мойындатуы мүмкін ғой, қазір соған қауіптенеміз біз. Енді қараңыз, азамат, былай қараңыз, енді мына қараңыз. Оны мойындатқанмен бұның кінәсі дәлелін таппай тұрса, құрғақ сөзбенен оны айыптағыз бере алмайды ғой. Мысалы, мен мына пәленшек түгеншені мен өлтірдім десем, сонда ол маған өлтірді деп айыптаға салмайды ғой. Оған тағы да дәлел болу керек қой. Дәлел болу керек қой. Тағы жібереді бізде, тағы жібереді. Жоқ, кешіріңіз. Бұл жерде одан да бөлек дәлел болу керек. Дәлел, нақты дәлелдер болу керек. Ашын құрғақ сөзбенен оны айыптаға салмайды ғой. Сен қатыспасаң да сұрай берем оны, адвокат қатысу керек. Қазіргі кезде іштердегі таңдалып болмайды. Енді қазір өздеріңіз көріп отырсыздар. Жоқ, қазір отказ берсін, мен енді былай қылайық, жеттер, осы мен сіздің басыңызды қатырмайық, ойыңызды айттыңыз, мен өзім түсінігім, сендер ренжімеңдер. Мен кететін адам ғой, тек сырттан қарап тұрғасын айтып жатырмын. Сіздің ойыңызды түсіндік, жаңағы топпенен кімнің дәлелдері бар, видеода түсірген, Ерғали тоқта деп атқаны бар, бір видео жоқ ғой, одан басқа видеолар болатын болса, топта болса, сол топқа сізге берейік. Сіз ғой ең жеткізетін. Біз апарған. Жоқ, ол біреу емес. Тағы да бірнешесі. Ерғалидің сол уақыттағы үйде. Біздердің арасында мен болсам болып қаларым, болмасам енді өздерің ғой енді. Сіздер сол уақытта Ерғалидің қай уақытта, сағат нешеде қайда болды, не дегені, соны дәлелдерді осы көмегіміз да ол. Жаңағы дәлелдеуге. Енді бір мәселе мынаны айтайын сіздерге. Енді оны алдырмау мына кісінің міндеті. Енді мынаны қараңыздар. Жоқ, қазір болмайды. Тыңдасаңыздаршы мені тыңдаңыздар. Сіздер флешкамен бермеңіздер. Флешка болмайды. Диск бар ғой. Сол дискменен береміз. Жазатын жерде бар. Көп қой. Қазір дискменен жазып, ұсынады оны. Флешкамен іске қабылдамайды. Өйткені ол сотта да қаралған кезде де флешкамен қабылдамайды. Только дискменен қабылдайды. Мынау да бір сізге көмек ете ме? Мынау біз мародерствоға неге қарсымыз деген не ғой? Дұрыс қой, мына жерде дұрыстан қол қойдырып алынған. Дописать етілгені мына жерде Күлбаев Ерғалидің деп не толық не алмаған деймін Күлбаев. Мына жерде тұр ғой енді өзінің аты жөні бар ғой, Ерғали Күлбаев деген. Төрағалық сайланған ғой. Жоқ, дұрыс қой, енді бұндай нені бар ғой. Енді талап тілекпенен іске тіркеу үшін мынаны береміз. Бұндай керек қой. Мен WhatsApp-та жоқ, мынау менде просто түсірілген түрінде бар да, а мынандай оригинальный түрінде жоқ менде. Одан кейін біздің департамент полицияға барып тапсырғанымыз, Осыны көшірмесі ма? осыны апарып тапсырғанбыз. Мынау оригиналы ғой, көрдіңіз бе? Ол оригинал, сізге көшірмесі берейік онда. Если мынаны не алатын болса, жоқ, оригинал болғанда мынаны қарасаңыздаршы. Можете Видео бар. Мынау түп нұсқасы жоғалып кетпес үшін мынаны нотариально заверить етіп берейік та, мына түп нұсқаны сіздерге алып қалыңыздар. Өйткені қазір айтып отырсыз ғой, ешкім сенбей жатыр. Дұрыс па? Сіздер қазір айтып отырсыздар ғой, билік басшыда отырғандарға сенбей жатқаннан кейін осының көтерілісінде содан болып отыр ғой. Қандай документ болса да оригинал өздерінде қалу керек. Нотариус заверить етпейді, себебі печать жоқ.
печать бар. Жоқ, мынаның подлинность екендігін бар ғой, мынаның. Осы түп нұсқасы екендігін заверить еткізіңіздер. Мынаны алады да, мынау. мынаны бүйтеді, копия верно дейді. Мынау снято оригиналы. Өздері снимать етіп, өзі мына снимать етіп келген демайды. Осыны мынаны дейді, заверить етпеңіздер, содан кейін беріңіздер маған. Сол копиясын берейік диске тіркеуге. Видеоның бәрін суретін неге жазып беремін мен дискеге келсе? Я дискіге жазыңыздар. Одан кейін егер не Маған жіберіңдер, мен жазып беремін. Аудиосы да бар. Аудиосы да бар. 5 видео, 1 аудио. Полицияға бар ма? Жоқ, олар бар ғой, қазір мына массовый беспорядок болғаннан кейін бар ғой, қазіргі таңда. Қазір бәрі жалпы апарып жатыр да. Қазір бұл сіздерде мына көтерілістің айтатқандарын, жан айқайларын бөлдік емес. Жоқ, оған мысалы мынандай деп айтатындар болды, қазір бізге көрсетіп жоқ, тергеу бізге көрсетіп жоқ. Қазір делама деп ашма, ал қара беріңдер демейді олар. Бізге беретін сол саулы, күдіктіге танып, мына пожалуйста, арғада шағым жаза беріңіздер. Сотта алдында көңілсіз хақыңыз бар ма? Түсінбейсіз. Сотта тергеуден айыптау қорытындысын. Айыптау қорытынды әзір бермейді. Айыптау қорытынды деген ол біткен кезде береді. Әлі қазір экспертиза жүріп жатыр, тергеу жүріп жатыр, ананың жауабы алады, мынаның жауабы беттестіреді. Ол айыптау ең соңында болады. Прокуратураға айыпты жаңағы бекітеді. Қазір күдікті болып саналып. Танылып тұр. Ну, соңына қарай бәрін бізге айтады. Мә дейді, 30 тонн ба дейді, 30 тонн бәрін кісертетіп аласыз ба? Қайтып аласыз, ала беріңіз дейді. Көшірмес қалала салыңыз. Түсіндіңіздер ма? Оған дейін тергеудің өзінің құпиялары бар. Бермейді олар. Болды енді. Түсіндіңіздер ма? Түсіндіңіздер енді. Жоқ, әзір сіздерге сот болып атқан жоқ қой. Бұл жерде қазір только санкция болады. Қамау туралы соның проблемасы. Түсіндіңіздер ма? Түсіндік, болды. Рахмет. Уже түсінеді көріп қойды. Если что, Қалаға айтсаңшы прямо Жоқ, эфирде. Бақытжан аға. Бана төмен қарап Надежда болды. Жоқ, анау, еді бар ғой біздің Шанша Бауыржан шоуды ма? Алдараспанда айтып тастадым, төмен қарап қалыппын. Бауыржан? Бақытжан білесің. Мына жерде осы жігітте үндеу жазып отыр. Үндеу жазып отыр. Жазып білесің. Сонда сол үндеудің ішінде осы жұмысшы топ соңғансы құрылып, олар жұмысқа кірісіп бір санкция бергенше мына сол кісінің уақытша топтан кеше шегеру болады деген бүкізі бар ма жоқ па? Неге шегермексіз оны? Бұл жерде Уақытша. процессуал ондай жоқ ондай. Шегеру деген. Ондай тоқтаңыз, қара, қылмыстық іс қозғалды ма? Сол қозғалған күннен бастап 2 айдың арасында бітіп өтеді. Тоқтамайды. Егер тоқтайтын болса, тоқтайтын бір мәселе болады. Адам енді қатты ауырып қалады. Мысалы, именно соған қатысты. Жүргізу мүмкіншілік болмайды, сол кезде тоқтатады. Бұны бар ғой. Тоқаевқа жазу керек. Тоқаев. Қазір президентіміз Тоқаев қой. Тоқаев мырза. Мына елдің бәрін сен дүрбелеңге салып қойдың ғой. Біз саған сендік. Сен өзің өткенде айттың. Мынау жиынға қатысқандарды оларды ешқандай бүлікшілік жасамаса, мародерлік жасамаса, ондай адамдарды босату керек. Несін жеңілдету керек дедім. Қазір бүкіл қала бойынша, бүкіл Қазақстан бойынша анайқап суретке түсіріп алған камерада жүрсе бұл бәрі ұстап алып апарып тығып жатыр. Оның бәрі не емес қой, экстремист емес қой. Олар қазіргі жүрген қазақтың ұлттың намысын, қоғамның мүддесін ойлап жүрген азаматтар, отбасылар азаматтар бәрі. Міне бүгін біз Шымкент сотына келтірміз, Ерғали деген азаматқа. Ол азамат нағыз қазақтың баяғы алаштың ізбасары десе болады ондай азаматтарды. Отбасы бар, 2 баласы бар, үйі бар, жайы бар. Ол еш уақыт ол қару алып жүрмек түгіл, біздің бұны жігіттердің қолында даже садақ рәгат кісі жоқ айналайын ол. Автомат түгіл. Қарасаңдаршы бұлай. Апарып бәрін таға бермей.
Biz endi talap etemiz budan былай. Ешкімді ұстамаңдар. О жерде ұстадың ба, ұстасаң ана экстремистті ұста, хулиганды ұста, мародерді ұста, апарып жап. Жай барып қатысқан адамдар нелерің бар? Осы ана талай ашылмай жатқан қылмыстар бар ғой мына. Нұржан Мұхамедов мысалға 10 рет мысалға магазин ұрлап әкетті, не қылды. Мықты болатын болса, неге таппайды? Себебі тапқысы келмейді, жұмыс істемейді. Табат сындырып жібереді өздері. Мен айтайын. Мен жаңа Ерғали бойынша айтатыным, біз штаб құрдық. Оның құжаттары бар, көшірмесін тапсырамыз сотқа. Тергеушісіне тапсырамыз. Сонда біз арнайы штаб құрып, оны ішкі істер департаментіне барып, Әмзиев деген кісімен келісіп, оны тіркетіп, қол қойдырып алып, содан кейін плакат алып, қолымызға повестка алып алып, жұмыс істейік деп бардық. Мысалға, соны ұйымдастырып жүрген Ерғали. Ол Ерғали соны ұйымдастырып, ол не үшін? Мынау мародерсі болмас үшін, ешесәні қиратпайық, мынау халықты ашындырмайық, я болмаса бір басқа бір заңсыздыққа апармайық деп жүрген адам ғой, ол қалай қылмыскер болады? Мен түсінбеймін. Ол видеода өзі айтып жатыр. Қиратпаңдар, сындырмаңдар деп айтып жатыр. Енді бұдан артық не керек енді? Айтыңыздаршы. Қоғам белсендісі Ерғали Көлбаевтың ешқандай бір себепсіз қамауға алынуын заңсыз деп есептейміз. Біздің талабымыз бұл азаматты қамаудан босату керек, өйткені ол осы митинг кезінде қатысып, мынау жұртты, әсіресе жастарды басбұзарлықтан, бір нәрсені қиратудан, өртеуден, басқа да бұзақылықтан сақтандырып алдын шептеп жүрді. Оның нақты айғақты дәлелдері бар, бейнежазбалар бар. Сол бейнежазбалардың негізінде бұл азаматты босату керек деп ойлаймыз. Біздің талабымыз да сол. Бұл тек қана Ерғали емес, осы сияқты қаншама осы бар жоғы бейбіт митингке қатысқандығы үшін жазықты болып, қуғын сүргінге түскен қаншама азаматтар бар. Олардың бар мақсаты сол бейбіт митингке қатысып, өздерінің пікірін білдіру, осы елді жайлаған қымбатшылыққа байланысты, әділетсіздікке байланысты өздерінің заңды конституциялық құқын пайдаланып, өздерінің ойын айтып еді. Ал өкінішке қарай біздегі мынау қазір жаңаша атап жүрген жаңа Қазақстанның мынау билігі осындай азаматтардың өзін бас көз жоқ шеттен қамап, қамауда ұстап отыр, түрмелерге қамап. Бұл енді әлемдік көзқараспен қарағанда, демократиялық тұрғыдан қарағанда бұл ешқандай ақылға сыйымсыз нәрсе. Ал оның есесіне нағыз мына қиратушылар, бүлікшілер, мародерлар, дүкен тонаушылар, міне соларды нағыз сол ұры қылмыскерлерді ұстап, жаңағы өздері атап жүрген 20 миллион жаңа террористерді ұстап жаппаймай егер осындай шын қырағы билік болатын болса, қырағы құқық қорғау органдары болатын болса, есесіне қаншама жазықсыз жандарды жаңағы осындай азапқа салып, қинап, біз тағы естіп жатырмыз. Көптеген мынау түрмелерде азаптаулар болып жатқан нақты дәлелі. Осы мынау Астана қаласында өткенде журналист жігіт сөйледі, Азаттық радиосына сұхбат берді. Сонда үйде отырған жерден келіп алып кеткен жаңа 3 жігітті. Үшеуі ешқандай қатыспаған, барып айтады жаңа журналист. Бастап азаннан кешке дейін сабап төбейіп ұра береді дейді. Сосын сұраймыз дейді, не үшін сабап жатсыңдар, не үшін ұрып жатсыңдар десек, өздерің білесіңдер ғой деп айтады. Бұл сонда қандай құқықтық мемлекет? Бұндай бассыздықты тоқтату керек. Бұл жөнінде қазір мына Шымкент қаласының тұрғындары және белсенділері, Түркістан облысының тұрғындары мен белсенділері бірге отыра еліміздің президенті Тоқаевқа және ақш конгресіне, Европарламентке, Біріккен ұлттар ұйымына, адам құқығын қорғайтын бүкіл халықаралық ұйымдарға, Гаага сотына және басқа да ұйымдарға үндеу жариялады. Ол үндеуді ағылшын тілінде және қазақ тілінде жариялап, тиісті орындарға жіберілді. Онда да барлығы атап көрсетілді. Сонда мынау заңсыздықты тоқтату, мынау қудаланып жүрген адамдардың
жаңағы түрмеде жатқан адамдар босату жөнінде талап қойды. Сондықтан да билік орындары бұған құлақ асу керек. Бұл тек қана шымкенттіктердің ғана талабы емес, бұл менің ойымша бүкіл Қазақстан халқының талабы. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің ойымша қазір ана тергеу, сот, прокуратура асырасыз төсілік жасап жатыр. Себебі өзіміз қасымызда жүрген адамдардың кім екенін мына видеолардан көріп отырғанымыздай ешқандай кінәсі жоқ, жазығы жоқ. Кешегі тірі қалған полициялардың өздеріне жауап алу керек. Қанша адамдарды осы біздің белсенділер арашалап, ұрып жатқан жерінен арашалап алып қалғандарын. Содан кейін мына Қазақстан Республикасы қылмыс процессуалдық кодексіне өзгертулер енгізу керек. Мынау осы санкция болған уақытта тек оны санкция жағын ғана қамауға болады болмайды, ауыр қылмыс, жеңіл қылмыс екенін ғана қарап қоймай, осы квалификациясы бар ғой, дәрежеленген, осы қылмысты дәрежеленген, қалай дұрыс дәрежеленген, дұрыс дәрежеленбеген, сонда қарау керек деп есептеймін. Себебі ең осы заң бұзушылықтың бәрі осы бастапқы кезінен осы орын алып кететін болса, ол до конца орын алып кетеді. Сол себептен осы мынау парламенттен мен сұрайтыным, осы Қазақстан Республикасының қылмыс процессуалдық кодексіне осы санкцияны қараған уақытта оның квалификациясын, дәрежелеу, осы дұрыс дәрежеленген, дұрыс дәрежеленбеген статьяларын және қандай дәлелдер келтіріп, осы сондай жаңағы баптарды қойып отырғаны туралы өзгерістер енгізу керек деп есептеймін. Мынау жаңа қамалып жатқанына Ерғали, Күлбаев, Нұрлыбай Татаев, Молдабай Садыбеков, Карима Хайдарбекова, Жанмұрат Аштаев, және де басқа да осы белсенді азаматтарымызға бостандық берулеріңізді сұраймын. Рахмет. Енді мынау Ерғалидің құрылыс саласында бірге жұмыс жасап жүрген азаматтар бір өзінің характеристикасын беріп кетсін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін жиналып отқан себебіміз бізден бірге жұмыс істейтін Ерғали деген жігіт осы жерде заңсыз қудалауда ұсталып отыр. Сол ешқандай кінәсі жоқ. Соны босатуыңызды сұраймыз, өтініп сіздерден. Әділ шешім болсын, сол үшін келіп отырмыз. Рахмет. Енді Ассалаумағалейкум құрметті қазақстандықтар. Мен қазір бұл жердегі көріп отырғаным, Қазақстан Республикасының соттарының іс-әрекеті. Біздерде жаңағы заң үстемділігі дейді, верховенство закона дейді. Бұл жерде ешқандай да верховенство законы жоқ. Қазір тергеу сотының судьясы қамаққа алу туралы шешім шығарған, оны апелляциялық сот қолдап отыр. Енді бұлай қарапайым қазақша тілмен айтқан кезде, мына қазіргі істі болып жатқан Ерғалидің, шымкенттік белсенді азамат, Қазақстан Республикасының азаматы, оның видеоларын көріп, және соттың мына шешімін екеуін талдаған кезде маған мынадай ой келіп отыр. Біздердегі сот независимый емес, біздерде зависимый сот. Қазіргі тергеу соттарының барлығы да қазіргі таңда ол прокуратура, КМБ және полициялардың қолшоқпары. Тек қана қолшоқпары ғана болып отыр. Ол Қазақстан Республикасында соттардың системасын бұзу керек екен, және жаңадан қалыптасу керек екенін талап етіп отыр. Ал қалған соттар, олар бірінші сотты тек қорғаушылар ғана болып отыр. Әр іске бір қолшоқпардан беріп қойған. Соған байланысты Қазақстан Республикасының тергеу соттарын құрметті президент Қасым-Жомарт Тоқаев сізге айтайын деген. Сізден сұрарым, сізден мына заманның және халықтың мына заңның аумағында талап етем. Мынадай жағдай. Біріншіден, бүкіл соттың системасын бұзу керек. Соттың системасы Қазақстанда дұрыс емес. Сот шешім шығарардың алдында барлық Қазақстан Республикасында солай. Бұлар прокуратура, КМБ және полиция қызметкерлері қандай шешім алып келсе, сол шешімді ғана құптап, қолдап жіберетін ғана орган. Басып айды ештеңе тексермейді. Бұл жерде сот независимый болу керек. Соған байланысты Қазақстан Республикасының соттары қазір тек қана сот емес, бұлар соттаушылар дейміз. Себебі бұлар тек қана қолшоқпар. Ешқандай дәлел болмаса да, анализ ешқандай жасай алмайды.
соған байланысты бұлардың системасын бұзу керек деп ойлаймын. Ал енді Ерғалидың видеоларын көріп, мына соттың бірінші сот, тергеу сотының шешімімен қазіргі болған апелляция сотының шешімін қарап отырсақ, бұлар нағыз қолшоқпар ғана болып отыр. Тек соттаушылар болып отыр. Ал рахмет. Ассалаумағалейкум. Мен мынау Шымкент қаласының қалалық сотына арыз шағым жазуға келген болатынмын. Бұл жерде мына азаматтар жиналып тұрғанын көріп, өзім ой пікірімді білдіріп кетейін деп отырмын. Мені 15 маусымда маған сот шешім шығарды. Қаратау ауданының соты Мүсірәлі Жанат Мүсірәлі қызы шешім шығарды. Ол кісі маған жалған шешім шығарды. Прокурор нені жазып берді, соны шығарды, болды, оқи салды. Менің ешқандай дәлелдерімді, менің нелерімді, уәждерімді ешқандай назарға алған жоқ. Сосын бізге жасалған, сол жердегі видео дәлелдерді көрсеттік, бізге жасалып жатқан, көрініп тұрған арандатулардың бәрін сот жоққа шығарды. Сондықтан мен мынау қазіргі таңдағы президентке Қасым-Жомарт Тоқаевқа айтқым келетіні, халықтың көшеге шығуына, халықтың осындай жағдайға түсуіне осы төмендегі жүрген қызметкерлердің кінәсі. Себебі бұлар жалған ақпараттарды жоғарыға жібереді, жалған ақпараттарменен жоғарыдағылардың басын қатырып, төмендегілердің бәрін жағдайы жақсы деп, төмендегілерді заңсыз әрекет жасап, заңды аяғына таптап, заңсыз әрекеттермен қамайды, қысым көрсетеді, тек қана қудалау. Соның артында не дейді мынау? Қыран дейді, ашынса дейді, аңдалады, әлде аңшын алады дейді. Мына халықты бұлар ашындырды. Бұл шындық. Халықты ашындырды. Мен қазір сол Мүсірәлі Жанат Мүсірәлі қызының үстінен арыз шағым жаздым. Арыз шағым жаздым, қалалық сотқа сот төрағасын тасып кеттім қазір енді. Енді осыны дұрыстап қарайды деп ойлаймын. Бұл маған қазір маған таққан айыппен мен келіспеймін. 405-ші бап, 378-ші бап, мен онымен ешқандай келіспеймін. Себебі ол маған нағылым образым жала жабылды. Сондықтан мына жоғарыда қазіргі жаңа құрылып жатқан үкімет Тоқаевтан бастап, жанындағы мына премьер-министр да ауысып жатыр, басқалар да ауысып жатыр. Солардың бәрі егер халықпен бірге боламыз дейтін болсаңдар, халықтың жағына өтеміз, халқымызға қараймыз дейтін болсаңдар, бірінші мына төмендегілер тазалау керек. Төмендегілердің осы уақытқа дейін жасаған қылмыстарын бәрін зерттеп, зерделеп, әшкерелеу керек. Бұлардың осы уақытқа дейін жасаған қылмыстар үшін бұлар жауапқа тарту керек. Сонда халық сенеді үкіметке. Бұлайша халық сенбейді. Себебі қазір таңда міне Ерғалидың да біз нақты дәлелдерін Facebook желілерінде, басқа да жерлерде көрсетіп отырмыз. Ерғали Күлбаевтың дәлелдерін. Что ол ешқандай бүлікке, басқа неге шақырған жоқ. Керісінше бүлікке қарай бара жатқан, арандатуға еріп бара жатқан жастарды тоқтатып тұрды керісінше. Тоқтатып соларды бейбітшілікке шақырып, соларды ана жерден акиматтың алдынан оның мақсаты алып кету болды. Акиматқа жауаптау болды Ерғалидың мақсаты. Ал бұлар алды да қазір терроризм бабын, наглый терроризм бабын жалған айыпты тақты да 2 айға қамап қойды. Сондықтан мына қазіргі есейтін үкімет құрамыз деп отырсыңдар ғой, мына жоғарыдағылар. Есейтін үкімет болсаңдар шынымен, шынайы. Мына төменнен бастап тазалаңдар. Төмендегілердің бәрін қылмысты жазаға тарту керек. Себебі бізде дәлелдер бар, видео дәлелдер бар, басқа да дәлелдер өте көп бізде, өзімізде. Сол дәлелдер деген керек десеңіздер біз ұсынамыз. Мына қазіргі қызметкерлердің біздерге жасаған, осы уақытқа дейінгі жасаған қатыгездіктерін, осы уақытқа дейін жасаған заңсыздықтарын, осы уақытқа дейін жасаған қысымдарын бәріне дәлел бар. Ешқандай фактімен бізді қамаған жоқ осы уақытқа дейін. Сондықтан міне халық осының бәрін көрді, білді, халық әбден ашынғаннан кейін көшеге шықты. Ол шығу керек еді. Себебі бұлар әбден халықты ашындырды. Халық амалсыздан көшеге шықты, амалсыздан. Басқа амал жоқ. Себебі бәр жақтама қысым болды. Сондықтан мына жоғарыдағы естуші үкімет, премьер-министрі бар ма, басқасы естуші жоғарыны сот төрағасы Жақып Асан, Қазақстан Республикасы бас прокуроры Ғизат Нұрдәулетов, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, премьер-министр осыны мәселе бойынша халықпен егер жұмыс істейміз дейтін, халықты өздеріңе сендіреміз дейтін болсаңдар, төмендегілердің бәрін тазалау керек. Мен айтарым сол. Саламатсыздар ма?
Қазақстан азаматтары, менің есімім Аманқұл, менің Күнісбек. Мен Шымкент тұрғынымын. Осы жердегі жиналған адамдардың бағаналар айтып жатқан жан айқайын мен естіп, өзімде жаным ауырып отыр. Осы жердегі азамат тек әділеттік үшін келген адамдар. Өздері әділ жұмыс істеген адамдар. Ниеттері ақ, таза адамдар деп есептеймін. Сондықтан жердегі үкімет пен билік басшыларынан бастап жоғарғы дейін айтарым, табиғаттың яки физиканың еш уақытта бұлтартпас, қайтарылмас, жоққа шығарылмайды заңы бар. Әрбір іс-әрекет қарсы әрекет туындатады дейді. Егер біздің үкіметтің басында отырған жеке азаматтарымыз, бірімізге аға, бірімізге отырған басшылар халқына адал қарайтын болса, еңбегін бағалайтын болса, ниетін оны түсінетін болса, мына өзіміздің халқымыз өзінің күнге қарсы еш шықпайтын халық бұл. Бірақ осындай жерде халық неге шықты? Яки үкіметтің жоғары жақтағы тараптарынан төмен қарай салмақ көп түсті, сығым түсті. Сондықтан бұлардың оларға наразылық білдіруі, митингке шығуы, пікірін айтуы, мына жерде кішкентай адамдар топты жиналуы табиғи заңдылық. Сіздер әділ іс-әрекет етсеңіздер, бұлар әділ істейді, сіздер қосылады. Егер сіздер осыларға қысым жасап, әділдікті сыртқа шығарып тастап, қалғандар істейтін болсаңыздар, халық бұл ниетінен қайтуы мүмкін емес. Бұл жалғасуы мүмкін. Соны болдырмайтын бірақ жолы бар. Әділ, ақ ниетті, адал жұмыс істеу керек. Ол тергеуші ма, адвокат па, прокурор ма, сот па, басқа органдардың жаңағы тергеушілер ма, басқа комитетті айтпай қояйын. Әкімдерден бастап, жоғарғы отырған министрлерге дейін, президентімізге дейін халқына адал қарау керек. Біз адал адамдармыз. Сіздер де адал болады деп сенеміз. Егер адал болмайтын болсаңыздар, онда халық айту керек. Мен сендерді сенбеймін. Өзің тазамын, сен қарасың деп халыққа айту керек. Халыққа бірде-бір адамның халыққа бетіне түкіру хақысы жоқ. Жеке тұлғаны қарау керек. Мысалы, бір адам кінәлі ма, соның кінәсі анықталу керек. Мен Ерғали деген бөлем жігітті жақсы танымаймын. Оны қазір өші ұстап отыр. Бірақ ол әр уақытта заңды, заң талаптарына сай дәлелденіп, қана өші ұстап, оны жауапқа тартуға болады. Сондықтан осы адамдардың айтқандарына мен қосыламын. Ол адамды ертеңгі сот қарағанда, соттың ішкі дүниесімен қарайтын жағдайлары бар. Оның іс-әрекетіне әділ баға беріледі деп сенеміз. Оны еркін кеші бізді қатар қосылатынына сенеміз. Яки жоғарыда отырған тергеушілер бар, қадағалаушы жоғары қадағалаушы прокурорлар бар. Оларға әділ шешімдер соттарға біз соларға сенеміз. Егер ол сенімді ақтасаңыздар, мен ойлаймын, Нұрғали сияқты, соның қасында болған адал жігіттер ұлтына, еліне, жеріне, сіздерге берген адамдардың бәрі еркін шығу керек. Отанына оралу керек, отбасында бірге болу керек, біздің қасымызда жүру керек. Мен соны тілеймін, ұсынамын, и талап етемін. Рахмет. Рахмет. Түркістан қаласының қоғам белсендісі Оспан Батыр ағамыз.